Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз ғұндардың батысқа қоныс аударуы. Оқу мақсаты: ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету. Құрметті оқушылар, алдыңғы өткен тақырып бойынша сіздер ғұндардың көрші мемлекеттермен қарым-қатынасын анықтаған болатынсыздар. Сонымен қатар, ғұндардың әскери ісінің дамығанын сараладыңыздар. Ал бүгінгі біздің тақырыбымыздың зерттеу сұрағы: ғұндардың батысқа қоныстануы қандай өзгерістерге әкелді? Құрметті оқушы, алдыңғы тақырып бойынша білімімізді саралап көрелік. Сұрақ-жауап, өзіңе жауап бер. Хан әулетін жеңіп, салық төлеуге міндеттеген ғұн билеушісі қалай аталады? Иә, мөде. Біздің заманымыздан бұрынғы 174-165 жылдары ғұндар кімдерді түпкілікті талқандады? Әрине, юйчжилерді. Жауларының зәресін алып аттарын үркітетін ғұндардың қаруы қалай аталады? Иә, ысқырық, шебе. Ғұндар кімдерді құл ретінде ұстады? Әрине, соғыс тұтқындарын. Құрметті оқушылар, келесі сіздерге көрсетілетін бейне ақпаратты мұқият назар салып тыңдауларыңыз сұралады. Ғұн тайпаларының шығыстан батысқа қарай жылжуы біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда басталып, біздің заманымыздың 4-ші ғасырына дейін созылған. Алайда, ғұндардың бастауымен болған халықтардың ұлы қоныс аударуы Еуразия мен Қазақстан жерінде өмір сүрген тайпалар мен халықтардың саяси картасына, этникалық құрамына үлкен өзгерістер әкелді. Осы оқиғаның қалай басталғанын білу үшін тарих қойнауына үңілейік. Біздің заманымыздан бұрынғы 56-шы жылы ғұндар оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінді. Оңтүстік ғұндар Қытайға бағынышты болса, солтүстік ғұндар орталық азиялық тайпалармен одақтасып, батысқа қарай жылжып, өз тәуелсіздігін сақтап қалады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың 2-ші жартысында қазақ жерінде Чичи, Шөже, Шаньюй басқарған ғұндардың 1-ші толқыны қоныс аударады. Олардың бір бөлігі Қаңлы тайпалық бірлестігімен көршілес қоныстанады. Қаңлылармен одақтаса отырып, ғұндарды біріктіру мақсатын көздеген Чичи өз қарауындағы ғұн тайпаларымен бірге оңтүстік шығыс Қазақстан жеріне бекінеді. Ғұндардың батысқа қарай қоныс аударуының 2-ші толқыны біздің заманымыздың 1-ші ғасырында, біздің заманымыздың 93-ші жылы басталды. Қоныс аудару кезінде кей тайпалар ғұндармен одақтасса, қалған бөлігі тұрған жерлерінен ығыстырыла бастады. Ғұндардың қоныс аударуы орталық Қазақстандағы, Сырдарияның солтүстігіндегі, сондай-ақ Арал теңізі мен Каспий аймағындағы тайпаларды қозғалысқа түсірді. Ғұндар көші Паннония, қазіргі Венгрия жеріне көшіп келіп орнықты. Мажарстанның Венгрия тұрғылықты халқы мадиярлардың орталық Еуропа аумағына ұлы даладан келгені жайында деректер мен аңыздар көп кездеседі. Сол мадиярлар Қазақстанды өздерінің ата жұрты санайды. Тарихта ғұн тайпалары бастаған бұл ұлы көш халықтардың ұлы қоныс аударуы деген атпен белгілі. Қорыта айтсақ, ғұндар Еуропа аумағына кіргеннен кейін құл иеленуге негізделген Рим империясы ыдырап, Еуропада феодалдық мемлекеттер пайда бола бастады. Иә, оқушылар, көрсетілген бейне ақпараттан ғұндардың біздің заманымыздан бұрынғы 56-шы жылдары ғұн мемлекеті екіге бөлінгенін білдік. Оңтүстік және солтүстік. Оңтүстік бөлігін Хохане басқарса, солтүстігін Чичи басқарған болатын. Ғұндардың қоныс аударуы Қазақстан аймағын мекендеген тайпаларға қалай әсер етті? Жергілікті Сақ, Қаңлы тайпалар шығыстан батысқа қарай жылжып, тарихи мекендерін ауыстыра бастады. Тайпалардың бет-бейнесі өзгеріске ұшырап, түркі тілінің таралуын күшейтті. Ғұндардың батысқа қоныстануы қандай өзгерістер әкелді? Ғұндардың оңтүстікке жылжыған топтары Ақ ғұн, Эфталит деп аталды. Олардың ұрпағы қазіргі Орта Азия, Ауғанстан, солтүстік Үндістанды мекендейді. Сонымен қатар,
Ондардың тағы бір бөлігі Паннония, яғни қазіргі Венгрияда Батыс империясын құрды. Тірек сөздер. Ұлы қоныс аудару ғұндардың шығыстан батысқа қарай көшуінен басталатын оқиға. Ал ассимиляция халықтардың өзара араласып өзгеріске ұшырауы. Құрметті оқушылар, сіздерге ғұндар туралы қосымша ақпарат, яғни Ұлы Қытай қорғаны туралы 3D көрсетілімді тамашалауға шақырамын. Ұлы Қытай қорғаны Қытайдың солтүстік шекарасында салынған бекіністің атауы. Қорғанды салуды біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда 1 Қытай императоры Цинь Шихуанди бастаған. Мақсаты империяның солтүстік шекарасын көшпенді сақ тайпаларының шапқыншылығынан қорғау болған. Табиғи жағдайларды толық пайдаланып, таулы жоталарды өрлей соғылған қорған кейінгі ғасырларда басқа бөліктермен және бекіністермен толықтырылды. Қорған тек 17 ғасырда салынып біткен. Құрылысы ешқашан тұтас бірлікті құрамаған. Әуелгі қабырға бөліктерінің негізгі материалы иленген топырақ болды. Оны айналдыра тастармен қоршалды. Садақ атым жерде бастиондар, мұнаралар, сондай-ақ бекіністер мен қарауыл мұнаралар салынды. Бүгінгі бізге көрінетін бөліктері кейінірек негізінен кірпіштен салынды. Мықты алынбайтын қорған болумен қатар, байланыс жүйесі үшін тиімділігімен ерекшеленген. Қорған сақшылары мұнараларда орналасқан алауларды тұтатып, түтінмен белгі беріп, жылдам хабар таратқан. Алып ғимараттың орташа биіктігі 10, ал көлденеңі төбесінде 4-5 метр еді. Қорғанның бөліктерінің ұзындықтары қилы, ресми және бейресми ақпарат көздерінде әртүрлі айтылады. Көпшілік мойындаған дерек бойынша, Ұлы Қытай қорғанының ұзындығы 7000 километр. Осы алып өлшеміне қарап, ғарыштан көрінетін жалғыз құрылыс деген жаңсақ пікір кең тараған. Алайда ол шындыққа жанаспайды. Қанша ұзын болса да, көлденеңі аса үлкен емес. Сондықтан соншалықты алыстан көзге ілінуі мүмкін емес. Аңызға айналған құрылыс салыну мақсатына лайық болса да, ғасырлар өте келе тозған. Табиғи апаттар әсер еткен және жергілікті шаруалар қабырғаға қаланған тастарды, кірпіштерді бұзып әкеткен. Бүгінде қорғанның тек қысқа бір бөлігі бүтін қалған. Оны ең алдымен туристер үшін қалпына келтірген. Ұлы Қытай қорғаны қазіргі Қытайдың ең танымал нышаны. 1987 жылы мәдени орын ретінде дүниежүзілік мәдени мұралардың қатарына енді.